Қайырлы күн достар, бүгін мен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді чебуректердің рецептісімен бөлісетін боламын. Чебуректің ең басты ерекшелігі ол қамырында. Оны біз қайнатпалы қамыр жасау арқылы жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға тұзды және сұйық майды, содан соң қайнап тұрған суды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Біздің қайнатпалы қамырымыз ерекше жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады және оның салмасы дайын болғанша біраз уақытқа демалдырып қоямыз. Салмасына мен ет тартқыштан өткізген етті және пиязды дәміне қарай тоз бұрышын пайдаландым және шамалы су қостым. Егер сіздің етіңіз майлы болса, су қосып қажет емес. Қамырды мен 8 бөлшекке бөлдім. Ол орташа чебуректер шығады. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес. Егер сіз кішкентай етіп жасағыңыз келсе, онда кішірек етіп бөліп аласыз қамырларыңызды. Содан соң жақсылап жұп-жұқа етіп қамырды жайып, салмасын салып, формасын жасайтын боламыз. Содан соң қатты қызып тұрған майға екі жағын қызартып орташа отта пісіріп аламыз. Достар, чебуректер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет және видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.